Қайырлы күн, құрметті көрермен тыңдарман. Күннің әрбір сәтін бағалайтын көңілі сергек, ниеті ақ көрермендеріміз. Студияда сағат тілі 15:00-ді көрсетіп тұр. Демек, сәтті күн бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Микрофон алдында мен Айдана Болатқызы, сонымен қатар бүгін бізде қонағымыз бар. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Данияр Абдрахманов мырза келіп отыр екен. Данияр мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн, қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Аман-есен жетіп алдыңыз ба? Аман-есен жеттім, тамаша. Я, құрметті көрермен тыңдарман, осындай керемет ауа райында, керемет студияда біз өзіміздің сұхбатымызды қазір сәлден кейін бастайтын боламыз. Ең алдымен көңіл күйімізді көтеріп, жақсы бір әуен тыңдап алайық, содан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Я, достар, біз эфирге оралдық. Сәтті күн бағдарламасы әрдайым сіздермен бірге Новое телевидение және Жаңа FM толқынында бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі күніздің әрбір минуты тек қана сәттілікке толсын, ал біз сол сәттіліктің алғашқы зарядын дәл қазір бастаймыз. Ендеше, құрметті қонағымызбен бүгінгі сұхбатымызды бастасақ, Данияр мырза, жаңа Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңның басты ерекшелігі неде? Рахмет. Жаңа заңның басты ерекшелігі бұл мемлекеттік қызметтің сервистік моделін қалыптастыру, мемлекеттік аппараттың мемлекеттік қызмет азаматтарының қажеттілігіне бағытталып отыр. Яғни мемлекеттік қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыру көзделеді. Сонымен қатар мемлекеттік қызмет жүйесінің ашықтығын, кәсібилігін цифрландырудың күшейтіледі. Жалпы енді халыққа түсіндіре кетсек, халыққа бағдарланған аппарат деп, бұл өз кезегінде жаңағы жалпы квази секторда адамдар былай түсіну мүмкін. Бір терезеден қызмет алу, ол жалпы мемлекеттік қызмет деп. Бұл жерде айтайын деп тұрған жаңа заңның миссиясы бұл клиентке бағдарланған аппарат, яғни азаматтардың қажеттігіне бағытталған. Бұл адам дүниеге келгеннен бастап балабақшаға тіркелуі, мектепке тіркелуі, жоғары оқу бітіргеннен кейін жұмысқа тұруы, жеке кәсібін ашуы, және бұл осы көрсетілген адам өміріне қажетті жағдайларда мемлекеттік аппарат, мемлекеттік ұйымдар ретінен көрсетілетін қызметтің жалпы азаматтарға қажеттілігіне бағытталып отырған негіз деп айтуға болады. Енді ең бірінші өзіңіздің қызметіңізге тоқталсақ, дәл қазір қандай қызметтесіз? Жалпы мен мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департамент басшысының орынбасарымын. Міндетіңіз? Міндетіміз жалпы мемлекеттік қызмет саласындағы заңнама талаптарының сақталуы, оның ішіндегі мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларының сақталуы, жалпы мемлекеттік қызмет саласында заңнама талаптары, мемлекеттік қызметшілердің кіруі, шығуы, мемлекеттік қызмет барысында ілгерітуі, және де мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасының дұрыс беріліп жатыр ма, белгіленген регламенттермен көрсетілуі, соның сапасына қызметтік тергеп тексерулер жүргіземіз. Сол бойынша департамент басшысының орынбасары сол осы екі сұрақ бойынша қосымша жұмыс істейтін боламыз. Тамаша. Жаңа заңда мемлекеттік қызметке кіруге даярлау институтын енгізу көзделіп отыр. Бұл механизм жастарды мемлекеттік қызметке қалай дайындайды және оның басты артықшылығы неде деп ойлайсыз? Өте орынды сұрақ. Жаңа заңдағы маңызды жаңалықтардың бірі ол мемлекеттік қызметке алдын ала кіруге дайындау. Бұл жүйе мемлекеттік аппаратқа тек дипломы бар емес, кәсіби және жеке құзыреттер қалыптасқан жауапкершілігі жоғарылатып арттыруға бағытталған. Бұл өз кезегінде жаңа заңнамаға сәйкес екі бөліктен тұрады. Бұл ең біріншісі ерте кәсіби бағдар беру. Ерте кәсіби бағдар беру деген бұл жоғарғы университет қатарынан жалпы мемлекеттік қызметпен таныстыру, жалпы жастарды бағыттау болып табылады. Ал екінші бөлігі ол яғни қызмет істеп жүрген мамандарды жоғары кәсібилікке даярлап, меритократия қағидатын қалыптастыру мақсатында болашақта басшылық лауазымдарға бару үшін даярлау болып табылады. Бұл өз кезегінде жаңа заңнама бойынша, жаңағы екінші бағыт бойынша мемлекеттік қызметшімен келісім шарт жасалып, 3 жыл ішінде әрі қарай сәтті өткен жағдайда жоғары лауазымға тағайындалған кезде мемлекеттік қызметте 3 жыл қызмет ету міндеттеліп отыр.
Яғни бұл жерде айта кететін басты қағида, бұл институт меритократия қағидатын күшейтеді. Яғни мемлекеттік қызметке кездейсоқ адамдар келмейді, яғни даярланған, төменнен бастап сатылап істекпей жатқан қызметшілер келеді деп пайымдаймыз. Тамаша. Дәл қазір осы жерден сұхбатымызды сәл үзе тұрайық. Бізде қазір құрметті көрермен ақпараттық үзіліс, ақпарат толқынында бірге болайық. Иә достар, біз эфирдеміз. Заңдағы көлденең ілгерілету тетігінің маңызы қандай? Көлденең ілгерілету тетігі мемлекеттік қызметшілердің тек мансаптық жоғарылауы емес, кәсіби тәжірибесін кеңейтуге мүмкіндік береді. Яғни мемлекеттік қызметші тең дәрежеде отырып, яғни қысқаша айта кететін болсақ, қазіргі таңда біздің мемлекеттік қызметшілердің жалақы алу үлгісі вертикалдық түрде айтуға болады. Мысалға, бас маман болсаң, мысалға 200 мың аласың, бөлім басшысы болсаң 300 мың аласың, басшысының орынбасары 400 мың аласың дегендей. Яғни сатылы түрде. Ал көлденең деген горизонталь жанында тұрып, яғни бір лауазымда отырып, өзінің біліктілігі бойынша, қосымша алған бағасы бойынша, яғни мемлекеттік қызмет барысында көрсеткен нәтижелер бойынша санаттарға өсуге болады. Яғни бірінші, екінші, үшінші, төртінші санаттарға. Бұл жерде істеліп жатқан басты қағиданың бірі, ол білікті, білімді мамандарды аудан, қала, облыс орталықтарында бір жерде ұстап қалудың бір басты міндеті болып табылады. Түсінікті. Ал тыңдармандарды қызықтыратын сұрақтардың бірі деп ойлаймын, ол қосымша демалыс бойынша сұрақ. Яғни жаңа заңнамада бойынша қандай өзгерістер болды осы демалыс, адамдардың демалысына байланысты жаңа өзгерістер болды ма, сол жайлы айта кетсеңіз. Жақсы, өте қызықты сұрақ. Жалпы енді мемлекеттік қызметте болғаннан кейін, ол жалпы мемлекет басшысы тапсырған саясатты, тапсырмаларды ілгеріту, ол жалпы мемлекеттік аппараттың міндеті. Енді әлемдік тәжірибеге байланысты кез келген адам 365 күнде ғалымдар зерттегендей 30 күннен астам демалыс болу керек. Яғни бұл жерде біз істелген жаңа заңнамаға сәйкес мемлекеттік қызметшілердің жылдық еңбек демалысы бар ғой. Арнайы тәжірибелеріне байланысты, мысалға айта кететін болсақ, мысалға менің 10 жылдық тәжірибем болса мемлекеттік қызметке, жылдық еңбек демалысыма 3 жұмыс күні қосылуы мүмкін. 15 жылдан астам болса 5 жұмыс күні, ал егер 20 жылдан астам одан жоғары болса 10 жұмыс күні қосымша ақы төленетін еңбек демалысы беріледі. Бұл жалпы мемлекеттік қызметшілерге жалпы жақсы жаңалық, жақсы тартымдылық деп айтуға болады. Бұл бұрыннан бар ма әлде? Осы жаңа заңнамамен бекітіліп, ағымдағы жылдың 1 шілдеден бастап күшіне енетін жаңа заңнамада. Тамаша. Ал 2026 жылғы 1 сәуірден бастап мемлекеттік қызметке қабылдау тәртібі жаңартылды. Е-қызмет жүйесі арқылы мемлекеттік қызметке іріктеу қалай жүзеге асырылады? Рахмет, орынды сұрақ. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес агенттікке тапсырма берілген болатын. Мемлекеттік қызметке кіру, шығу тетіктерін жеңілдету. Осы орайда агенттікпен ағымдағы жылдың 1 сәуірінде мемлекетке қызметке кірудің е-қызмет интеграциялық ақпараттық жүйесінде жаңа іріктеу енгізілген болатын. Яғни Қазақстан Республикасының кез келген азаматы әлемнің кез келген нүктесінде жүре тұрып, интернеті бар, өзінің жеке ноутбугі бар жерде жаңағы осы порталға тіркеліп, бос орындарға өзінің жұмыс тәжірибесіне, біліміне қатысты жұмысқа, конкурсқа қатысуға алады. Бұл да бір көрермендер үшін жеңілдетілген бір түрі, жеңілдетілген түрі деп айтуға болады. Бұл бірнеше кезеңнен тұрады. Ең бірінші кезең бұл мемлекеттік қызмет туралы тұрғаннан кейін ол заңнамалар тапсыру болып табылады. Бұл бәрімізге мәлім, әр Қазақстан Республикасының азаматы болғаннан кейін ата заң білу міндеті. Яғни бірінші заңымыз ата заң бойынша, конституция бойынша. Екінші заңымыз ол мемлекеттік қызмет туралы заң болу міндеті, өйткені ол адам тұлға мемлекеттік қызмет келіп жатыр. Үшіншіден сыбайлас жемқорлық туралы заңнама, ол яғни мемлекеттік қызмет барысында сыбайлас жемқорлықтардың тәуекелдерін алдын алу, арналған шектеулерді сақтауға міндетті. Сондықтан сыбайлас жемқорлық туралы заңнаманы. Төртіншіден қызметтік әдеп нормалары. Яғни мен мемлекеттік қызметші бола тұра
жұмыс барысында, жұмыстан тыс барысында жеке тұрғындармен, әріптестермен сөйлеу мәнері бәрі көрсетілген. Сондықтан осы 4 саманын тапсырып, кез келген тұлға конкурстарға қатыса алады. Бұл бірінші. Екінші кезеңі ол қазір сөзіңіз аузыңызда. Бізде қазір жарнамалық үзілістен оралғаннан кейін осы сұрақты әрі қарай талқылайтын боламыз. Данияр мырза, әрі қарай сұрағымызды жалғастырсақ, жаңағы жауаптарыңызды айта берсеңіз болады. Жаңа біріншіне айтқандағындай, мемлекеттік қызмет туралы тест тапсырады. Екінші ол жеке қасиеттер бағалау бойынша тестілеу тапсырады. Бұл 3 бағдарламадан тұрады. Бірінші бағдарлама бұл басшылық лауазымдарға, екінші бағдарлама басшылық емес лауазымдарға, үшінші бағдарлама ол еңбек өтілі талап етілмейтін лауазымдарға. Енді осы кезеңдерді, бірінші кезең, екінші кезеңдерді өте келе, мысалға, жаңағы конкурстың кезеңдеріне 20 адам тапсыратын болса, 20 адамның жаңағы 5-еуі ғана келесі кезеңге өтуі мүмкін. Ол яғни 20 адамның жаңағы 15 қалып, ең көп жоғары нәтиже жинаған, жеке қасиеттер бағалау бойынша жоғары нәтиже жинаған 5 үміткер қатыса алады. Ол келесі кезең, егерде басшылық лауазым болса, эссе жазады и сұхбаттасу. Ал егерде төменгі лауазымдар болса, жаңағы практикалық тапсырмаларды орындайды. Яғни практикалық тапсырма дегеніміз бұл өз кезегінде жаңа заңнама өз жұмысы келеңдеп атқан лауазымына қатысты жеке заң тұлғалардың өтініштеріне жауап беру, мемлекеттік органдармен хат алмасу ұйымдармен, үшінші жаңағы сол істейтін салада нормативтік құқықтық актілерге өзгеріс енгізу туралы өзінің ой пікірін білдіреді. Бұл жерде жаңағы төменгі лауазымға келетін мамандардың біз қандай деңгейде өзінің ойындағын қалай сарайлай алады, қалай қағазға түсіре алатынын байқай аламыз. Сонымен қатар осы бәр кезеңдерді өтіп келгеннен кейін жеңімпаз лауазымға тағайындалады. Яғни мысалға айта кететін болсақ, бұрынғы іріктеу бойынша бір орынды толтыру үшін біз бір айдай көлем кетсе, ал қазір заңнама бойынша 5-7 жұмыс күн ішінде біз орын алған бос лауазымды толтыру жұмыстарын жүргізе аламыз. Бұл яғни мемлекеттік аппаратта бос орындар тестілтіру және де басқа да әріптестерге кедергі келтірмейді деп ойлаймыз. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағытында қандай жұмыстар атқарылуда? Өте орынды сұрақ. Сыбайлас жемқорлық қоғамның дамуына кедергі келтіретін маңызды мәселелердің бірі. Ол халықтың мемлекетке деген сенімін төмендетіп, әділдік қағидаттарының бұзылуына әсер етеді. Сондықтан сыбайлас жемқорлықтың қарсы тұру тек мемлекеттік органдарының емес, жалпы қоғамның әр азаматтың міндеті деп есептеймін. Бүгінгі таңда агенттікпен тарапынан сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағыты бойынша қоғамда заң үстемдігін нығайту, адалдық қағидаттарын ілгеріту бағыты бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бұл бастамалар жалпы қоғамда сыбайлас жемқорлықтың қарсы мәдениетті қалыптастырып, азаматтардың құқықтық санасын арттыруға, мемлекеттік басқару жүйесінің ашықтығын, тиімділігіне күшейтеді. Және де тоқтала кетсек, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бұл 2 бағыттан тұрады. Бірінші бағытымыз бұл сыбайлас жемқорлық алдын алу бойынша мониторинг жүргізсек, екінші талдау жүргіземіз. Бұл жерде жай ғана тоқтала кететін болсақ, біз мониторинг жүргізу барысында мысалға жол саласы, мемлекеттік сатып алу саласы, бұқаралық ақпарат құралдарында жаңа айтып өткендей сыбайлас жемқорлық туралы заңнамасына сәйкес біз сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін егерде болықпаған жағдайда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жаңағы талдау жасау арқылы талдау жасаймыз. Мемлекеттік органдарға кіріп, мысалға белгілі бір мемлекеттік ұйымда, мысалға айта кетсек, білім ұйымына, мәдениет ұйымына кіріп, сол мемлекеттік салада жүргізілетін жалпы ережелеріне қарап, қандай заңнамамен жұмыс істейтіні, мемлекеттік сатып алуы, кадрлық мәселесі, бюджет қаражатының орындалуы сияқты мақсатқа сай ойналу бойынша сыбайлас жемқорлықтың егерде тәуекелі анықталған жағдайда заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылдаймыз. Және де айтып өтсек, ағымдағы жылдың басынан бастап 2 ұйымда осы талдау жүргізілген болатын. Талдаудың нәтижесінде 20-дан астам
сыбайлас жемқорлық тәуекелдері орын алып, нәтижесінде лауазымды тұлғаларға тиісті ұсыныстар беріліп, қазіргі таңда орындалуда. Қазіргі таңда департамент пен облыста мәдениет басқармасына және оған қарасты сыбайлас жемқорлыққа алдын алу бойынша қарсы талдау жүргізіліп жатыр. Ал облыс тұрғындары мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасына қатысты сұрақтар туындаған жағдайда, немесе қызмет көрсетуден негізсіз бас тартылған жағдайда шағымды қайда қалдыра алады? Иә, қазіргі таңда цифрлық мүмкіндіктер кеңейіп отыр. Кез келген азамат, бәрімізге мәлім, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес өтініш бірыңғай электрондық платформасы бар. Яғни Қазақстан Республикасының әр азаматы кез келген жерінде отырып, лауазымды тұлғаға или квазисектордағы тұлғаларға әрекеттеріне, көрсетілетін мемлекеттік қызметтер туралы және басқа сұрақтар бойынша жүгіне алады. Бұл яғни халықтың кез келген сұрағы туындаған жағдайда мемлекеттік аппараттың іс-әрекетіне шағымдана алады. Сонымен қатар мемлекеттік қызмет істері агенттігінің бастамасымен бізде іске қосылған егов.kz бот телеграмдық чатымыз бар. Бұл жерде жалпы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын қоғамдық бақылаудың цифрлық құралы болып табылады. Яғни департамент тарапынан біздің мемлекеттік қызмет басқармасы бар, департаменті көрсету басқармасының, сол басқарманың жауапты мамандары осы телеграм бот арқылы облыс көлемінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтің сапасына шағымдана алады. Көп жағдайда бізде ағымдағы жылдан бастап бірнеше шағымдар түскен болатын. Бұл өз кезегінде жалпы мемлекеттік аппараттың халыққа сенім нығайту мақсатында, көрсетілетін қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында біз тез орайда кері байланыс орнатып, мысалға бала бақша болсын, жер мәселесі бойынша туындаған сұрақтарын тез арада шешуге жұмыс жасайтын боламыз. Ал мемлекеттік тағы да қоса кетсем, жаңа айтып өттік қой, департаменттің басты функцияларының бірі бұл көрсетілетін мемлекеттік қызметтің сапасына баға беру. Өз кезегінде өткен жылы жалпы мемлекеттік қызметтер көрсету саласы қорытындысы бойынша 614 азаматтың құқығы қалпына келтірген болатын. Бұл тоқтала кетсек, жерде жер мәселесі, денсаулық, білім органдарына қатысты, яғни облыс көлемінде тұрғындардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру. Жаңа айтып өткендей, департаменттің басты функцияларының міндеттерінің бірі ол тұрғындардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру. Ал мемлекеттік қызметтер көрсету саласында көрсетілетін қызметті алушылардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру бағытында департамент қандай жұмыстар атқарады? Жаңа айтып өткендей, департамент мемлекеттік қызметтердің сапасын бақылау, көрсетілетін қызметті алушылардың құқықтарын қорғау болып табылады. Заңнама талаптары бұзылған жағдайда біз тексерістер ашылып, сыртқы талдаулар, мониторингтер жүргіземіз. Соның салдарына ағымдағы жылдың өткен кезеңде мемлекеттік қызметтер саласында 206 жаңағы қызмет алушының құқығы қалпына келтірген болатын. Мысалға айта кететін болсақ, департаментке бір азамат жер мәселесі бойынша жүгініп, өзінің меншіктік жерін мемлекеттік тіркеуден өткізу бойынша жүгінген болатын. Тексеріс барысында жаңағы лауазымды тұлғалар тарапынан бұзушылықтар орын алып, нәтижесінде жаңағы бұзылған құқығын азаматтың қалпына келтірдік. Сондай-ақ тағы да бір азамат жүгініп, өзінің баласын бала бақшаға тіркей алмай жүгінген болатын. Уәкілетті органдармен жұмыс жүргізіп, нәтижесінде кері байланыс орнатылып, жаңағы баласын бала бақшасына кезекті тіркеуден өткізіп, яғни тұрғынның бұзылған құқығын қалпына келтірілгенін айтып өтуге болады. Иә, тамаша. Қарағанды облысында жастарды мемлекеттік қызметке тарту, жастарға арналған мүмкіндік ретінде өңірлік кадр резервін қызмет атқарады, иә? Жалпы өңірлік кадр резерві дегеніміз не, және оның басты мақсаты қандай? Жалпы жаңа айтып өткендей, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, бәрімізге мәлім, осыдан бірер жыл бұрын жалпы республикалық масштабта президенттік жастар кадр резерві өткізілген болатын.
яғни бұл жерде 5 жылдан жұмыс өтілі астамы бар азаматтар білікті, білімді, заманауи ойлай алатын тұлғалар іліктірген болатын. Осының тәжірибесінің шеңберінде өңірлік кадр резерві өткізілген болатын. Осыдан 2 жыл бұрын Қарағанды облысында. Бұл яғни 3 жылдан астам мемлекеттік жалпы тәжірибесі бар жоғары білімді азаматтарды біз іріктеп 25 азаматты іріктедік. Соның 50-ден астам пайызы қазіргі таңда облыс көлеміндегі басқарма, аудан қала әкімдерінің орынбасар лауазымда атқарып жатыр. Бұл жерде айтып отқан басты міндеттердің бірі бұл жалпы жұмыс істеймін, еліме адал қызмет атқарам деген жастарға әрқашанда мемлекет тарапынан бірнеше қолдау институттары өздеріңіз көріп отқанда айтып өттім. Президенттік жастар кадр резерві, өңірлік кадр резерві. Сонымен қатар мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес осыдан 1 жылдың заңнамаға өзгеріс енгізілген болатын. Аудан, қала, облыс орталығына басқа жерде орналасқан төменгі лауазымдарға жоғарғы оқу орындарын үздік тамамдаған, мемлекеттік тапсырыспен тамамдаған студенттерді жұмысқа қабылдауға болар еді. Конкурссыз. Ал ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап жаңа заңнамаға өзгеріс енгізілгеннен кейін GPI дейміз ғой, 3/33 орташа мәннен жоғары. Егер де сондай көрсеткіш болса, кез келген түлек мемлекеттік қызметте төменгі лауазымға орналасады. Бұл жердегі басты қағиданың бірі, ол мысалға мен өзім ауылда болғаннан кейін ауылдан қалаға келем, оқимын, жаңағы өз ауылынан өскен бала өз еліне келіп, егерде жоғары оқуын жақсы тамамдаса, әкімдікке ме, басқа да мемлекеттік органдардың төменгі лауазымына конкурссыз тұра алуға бірден жол ашық. Сол айтайын. Тамаша. Енді сізге қояр соңғы сұрағым, мемлекеттік қызметтер туралы заңнамадағы қандай өзгерістерді ерекше атап өтер едіңіз? Негізі толығынан жауап бермей қойыңыз, қысқаша айтсаңыз болады. Жаңа ең бірінші айта кететін болсақ, жалпы мемлекеттік қызмет туралы заң бұрынғы заңнамасында мемлекетке қызметке кіру, шығу тетігімен реттелген болатын. Ал қабылданған жаңа заңнамада миссия бекітілген. Клиентке бағдарлану. Жаңа айтып өткендей, адамның күнделікті өміріне жалпы қоғамда болып жатқан мемлекеттік аппарат қызмет етуге міндетті көзделген. Біріншіден. Екіншіден, жалпы мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік айтамыз ғой, жағдайларын көтеру мақсатында жаңағы еңбек демалысы. Егерде заңнамада көрсетілген ротацияланатын мемлекеттік қызметшілер, мысалға мен жоғары лауазымда отырып, басқа өңірге ауысатын болсақ, ротациялық төлемдер. Біріншіден, екіншіден, ол ауысып барған адамның, жаңағы әскери қызметшілер сияқты, ауысып барған жерге бала бақшаға тұруға, мектепке жаңағы кезексіз тұруға бірден бір жолы болады. Үшіншіден, жалпы бұрында бізде мемлекеттік қызметке тәртіп жауапкершілік тартылғаннан кейін 6 айдан асқаннан кейін автоматты түрде шешілетін болатын. Жаңа заңнама бойынша, егерде менде ескерту түрінде тәртіп жауапкершілік болса, ол заңнамамен реттелген болады. Ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс. Олар заңнама бойынша белгіленген мерзімдерде алынып тасталып отырады. Бұрынғыдай жаңағы 6 айлай тоспайды деген сияқты. Үшіншіден, жаңа басында айтып өткендей көлденең өсу деген, яғни бір лауазымда отырып, бірінші, екінші, үшінші, төртінші санатқа дейін өсу. Бұл жерде басты қағиданың бірі, ол білікті, білімді, тәжірибелі мамандарды орталық мемлекеттік органдарда, аумақтық жерлерде алып қалу. Ол жалпы мемлекеттік аппаратта, кәсіби білікті аппаратты құрудың бір басты міндеттерінің бірі деп санаймын. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, енді еңбек демалысына кететін жұмыскерлер енді барлық салаға байланысты ма, жаңа қосымша күн төленетін? Қосымша жоқ, мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге, мысалға менің еңбек өтілім 10 жылдан астан ба, менің еңбек демалысына 3 күн қосылады. 15 жылдан астан ба, 5 жұмыс күні қосылады. Қосымша төленеді. 20 жылдан астан ба, мемлекеттік қызметкерлерге арналған. Мемлекеттік қызметшілерге. Осы заңнамамен реттелетін мемлекеттік қызметшілерге.
Иә. Сұрағыңызға рахмет, жауаптарыңызға да рахмет. Иә, құрметті көрермен тыңдарман, бізде қазір ақпараттық үзілістің уақыты келген екен. Ақпараттық үзілістен кейін біз өзіміздің бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз. Иә, Данияр мырза, бүгін енді студиямызға келіп сұхбат бергендеріңізге үлкен рахметімізді айтамыз. Егер көріп отқан көрермендерге айтар бір хабарландыруыңыз немесе жылы лебізіңіз болса, мархабат. Рахмет, шақырғандарыңызға. Кішкене хабарландыру айта кетсем, жаңа мемлекеттік қызмет туралы заңға сәйкес жоғары оқу орындарын жаңа айтып өткенде GPA 3.33-тен жоғары тәмамдаған жастарды облыс орталығынан басқа, яғни аудан қалаларда Саран, Шахтинск, Теміртау қалалары дейді, сол жерде төменгі лауазымдарға мемлекеттік қызметке келуге шақырамыз. Бұл өз кезегінде, яғни жаңағы GPA 3.33-тен жоғары болғанда мемлекеттік қызметке конкурс тағайындалады. Айта кетсек, осы мүмкіндікті қазіргі таңда облыс көлемінде уже 50-ге жуық жастарымыз пайдаланған. Тиісінше олар қазір мемлекеттік қызметте нәтижелі істеп жатыр. Бұл өз кезегінде жаңағы өздерінің әр мамандықтары бітірген бойынша үздіктері. Кейбір жастарымыз уже аудандық деңгейде басшылық лауазымдарға, мысалға бөлімнің сектор меңгеруші лауазымына дейін өсіп жатыр. Бұл яғни айта кететін бір масты жаңалықтың бірі, жастарға мемлекеттік қызметте әрқашанда жол ашық, мемлекет тарапынан да жаңағы егерде ауылға барып жатқан жағдайда ұлттық экономика министрінің бұйрығына сәйкес көтермелеу, ауыл жаңағы үй алуға несие берулер қарастырылған. Жалпы жастарды мемлекеттік қызметке шақырамыз, әрқашанда жастарға жақсылық тілей отырып, мемлекеттік қызметте қызмет істеңіздер, жолдары ашық. Иә, тамаша. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Данияр Абдрахманов. Данияр мырза, тағы да бір рахметімізді айтамыз, еңбегіңізге табыс тілейміз, өсе беріңіз, өне беріңіз. Иә, құрметті көрермен тыңдарман, осымен сәтті күн бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болып, осы уақытқа дейін бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахметімізді айтамыз. Қазір аздаған минуттардан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.